Достар, сәлем баршаңызға. Бүгінгі сіздерге көрсететін видеом медальон, калатея медальон деп атайды. Бұның еще роли деген түрі бар. Роли деген түрі мына жапырақта, қараңыздар, мына жерінде ақ цвет болса, мына ортасында тұрған бордовый, мына жағында түскен күлгін түсті қанық фиолетовый түс, мына жақта осы ақтың орнына түседі. Және оныкі тоже листтары осындай бірдей, тек окраска, яғни түсіне байланысты бөлінеді. Сол роли, а мынау медальон деп аталады. Енді осы медальонды қазір бұл шөлдеп тұр. Шөлдеген кезде қалай білеміз? Міне ең соңғы лист, мына жақтағы міне өстіп, опущенный былай өстіп түсіріп тұр, өйткені бұл өте қатты шөлдеп тұр. Мен суарған жоқпын, өйткені қазір отырғызған кезде сразу стресс қатты алып қалмас үшін сразу витамин суымен суаратын болсаңыздар, ол кезде бойын тез тіктеп алып кетеді. Капризный гүл, бірақ та егер бар фишкалары мен методтарын білсеңіздер, өте керемет гүл үйіңіздің ішінде көріп беріп тұрады. Соңғы шығарған жапырағы міне мынаумен осы. Енді сол ескі жапырақтарынан қалай отличается мынау ескі жапырағы міне. Бұлар пока ескі жапырағы қатты болады, ал жаңа жапырақтары сәл, жаңа жапырағына қарап, бұның сорты қандай, яғни гигант сорт па, жалпы майда-майда болып шығатын сорт па отличать етуге болады, яғни аңғарасыздар, иә. Жалпы сіздерге айтатын мәселе, жаңадан шыққан жапырақтары өте жұмсақ, нәзік және осылай иілгіш келеді, және қыржымдағыш келеді. Жаңадан шығарып жатқан жапырағын сортына қарап гүлді таңдау керек. Сосын магазиннен гүл таңдайтын кезде міндетті түрде осындай трубочкаларына қарау керек. Яғни бұл жаңадан шығарып келе жатқан жапырағы болып есептеледі. Бұл өзі гүлдің ерекшелігі. Гүл жапырағын шығаратын кезде осылай трубочкалап шығарады. Бір штук болсын трубочкасы болу міндетті. Егер сіздерде ешқандай мынандай трубочкасы жоқ, мына жақта ешқандай трубочка новыйдан жоқ болатын болса, мына жақта жоқ қой мысалы, бірақ та мына жақта бар. Бірнеше болса тіпті жақсы, өйткені ол стресстен шығып тұр деген сөз. Ана бір штук уже сіз егер күтімін жасай алатын маман болсаңыз, онда яғни осы гүлдің қыр-сырын білетін адам болсаңыз, онда алып кетуге болады бейімдеп. Егер сіз оның қыр-сырын білмейтін болсаңыз, және қандай құмыра топыраққа отырғызуын білмейтін болсаңыз, бұл гүлді алудың қажеті жоқ. Ақшаңыз босқа желге ұшады деп айтсам болады. Сосын шөлдегенде және климат өте қатты ыстық болғанда, міне жаңадан ашылған жапырағы, міне көрдіңіздер ме, өзінен өзі осылай скручивать етеді, яғни осылай жабылып қалады. Бұл дегеніміз шөлдеп тұр. Яғни температурада мына су сұрап тұр, ылғалдылық мүлде жоқ, ауада да, топырақта да деген сөз. Екінші жағдайда қатты мына трубочка сияқты скручивать ететін жағдайда витамин сұрап тұр деп береді. Сосын бұл кез келген калатеяның жапырақтары душқа түсіргенді жақсы көреді. Яғни жылы 15 минуттық грунтын жауып қойып, мына топырағын жылы сумен жапырақтарын әдемілеп отырып суға шомылдырсаңыз, өте керемет нәтиже береді. Бірінен соң бірін жапырағын аша береді. Бұл біріншіден. Ең сіздер білу керек ақпарат. Екіншіден, бұл гүлді егер олай істей алмайтын болсаңыз, су бүркіп тұрыңыз. Су бүркігеннен кейін ешқандай дақ қалып қалмас үшін ватный дискпен, стерилденген ватный дискпен жапырақтарын сүртіп алыңыз. Бұның ерекшелігі мына сабақтарымен осы жапырақтарының асты осындай фиолетовый түске енеді, күлгін түсті фиолетовыйге. Енді бұл гүлдің ауырған-ауырмаған магазинде қалай білеміз? Егер осындай таяқшаларында көп деген сары, қоңыр, сұры түсті дақтар болатын болса, ол гүл бастамада топырақтан шыққанда ауырып тұрды деген белгі береді. Ол гүлді алмай қойғандарыңыз үшін желательно. Және де осындай жапырақтарында осындай дақтары именно мына ортадан бастап кететін болса, онда бұл гүл зиянкеспен ауырып тұр деген сөз. Ал егер ол осылай бір ағарып қана бұл еще үйіңізге келгеннен көбеймейтін болса, осылай болып тұратын болса, бұл технический срез, яғни алып келген кезде транспорт жағдайда түскен уақытта, міне магазинге ұрылды, соғылды, содан түскен міне осындай, былай айтқанда шрам деп айтамыз ғой, сондай болады. Жапырақтарынан сосын осындай ұштары, міне барлық жапырағын тексеріп алсаңыздар болады мұқият. Оған продавец сіздерге рұқсат беру керек. Осындай ұшы қарайған болатын болса, ол гүлге сол магазинде дұрыс күтім жасалмады, және сіздің үйіңізге келген кезде
дұрыс күтім тағы жасалмайтын болса гүлді құртып аласыз. Яғни ондай мынандай кончуктарының қарайғанын алмаңыздар. Ол дегеніміз магазин өте құрғақ, топырағына дұрыс уақытылы су құйылмады және де ешқандай витамин берілмеді. Гүл қалай келді, солай жаман состояниеде тұрды деген сөз. Сондай сигналды білсеңіздер болады. Және де бұл гүлді жалпы таңдаған кезде ең кішкентай құмырада отырғанын таңдау керек. Егер алда жалда сіздер отырғызылған дайын гүлді алатын болсаңыздар, үлкен құмырада отырылған және мынандай трубочкалар жоқ, өте үлкен, көп емес, аз бөліп отырғызған продавецті көретін болсаңыздар, ондайша ондай гүлді алмай қойыңыздар. Өйткені ол бейімделгенше сіздің үйіңізге біраз жол жүріп келеді, еще бейімделе алмайды, витамин ішкен жоқ. Ол гүлді тоже құртып алу қауіптілігіңіз бар. Енді қазір сіздерге мен қандай витаминмен суарамын, қандай құмыра таңдаймын, қандай топырақты бірге таңдайтын боламыз, және де қалай тамыры қалай көрінеді бұл гүлдің, және алдағы уақытта қалай мен бұны бастамай етем, барлығымен сіздермен қазір осы видеоды соңына дейін қараңыздар, бөлісетін болам. Ақпаратын жалпы ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушылық белгісін басып алыңыздар. Алдағы уақытта ақпараттардың барлығын жіберіп алмас үшін сіздерге уақытша уведомление барып тұрады. Бұл біріншіден, екіншіден кез келген осы гүлге байланысты сұрақтарыңыз болса, басқа да сұрақтарыңыз болса, пікірге, комментарийға кез келген пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады. Егер магазиннен таңдаған кезде мынаның барлығын бүйтіп пучогын біріктіріп, мынаны осылай тартатын болсаңыздар, міне тамырының керемет өскені соншалық, астында тамырын көрдіңіздер ғой. Магазиннен таңдалғанда осындай тамырлар астына шығып тұрғанын көбірек таңдауға тырысыңыздар. Міне құмырасын көрдіңіздер, қаншалықты тереңдікте және қаншалықты ұзындығынан, көлденеңінен қандай көлемде екен, тура осындай құмыралар болу керек. Міне тамырының жағдайы осындай болады, қылқанды болады, және де, как всегда, торфяной кокосовый топырақта отырады. Бұл суармаған себебім, қазір мен тамырларын бөлген кезде қатты стресс алып қалмасын деп, өйткені бұл Calathea Medallion кішкене басқа сортына қарағанда стрессті көбірек алушы. Және көрдіңіздер, қатты тереңірек отырғызып жіберген. Енді бұның барлығын әдемілеп біз мынандай қабықтар чучулялары болса, алып жұлып босату керексіздер. Қазір мынаның барлығын босатып алып, сіздерге тамырын қаншаға бөлетінімді көрсететін боламын. Бір айтылып кететін жағдай, егер бұл гүлді сразу бөліп отырғызғыларыңыз келсе, топырағын және тамырын астынан бастап қол салып, былай босатыңыздар. Былай емес, астынан бастап жай босату керек. Өйткені мына тамырдың барлығы жол жүріп, әрбір магазинде тұрғандағы шығарған тамыр болады да, ортасында торфяной губка болады, стаканчик болады. Соны бақылап қараңыздар. Сату барысында сіздерге көрсетейін дедім. Трубочка еще жапырақтар жаңағы трубочкалап көбейетті. Тағы да жанынан детка алғыңыз келсе, міне мыналар сияқты жанынан 3-4 шыққан ғой. Осылайынан да көбейе береді. Міне мынау деткасы. Қараңыздар, ең бір стаканға келдік, жан-жағында стаканнан шыққан тамырлар. Және бұл тамырлардың жан-жағы мынандай құр кокосовый торфяной топырақ болса, міне мына стаканчикті былай түртсеңіздер, өзі білінеді, тек перлитпен торфяной топырақты қосады. Міне көрдіңіздер ме? Осы стаканчик, осы міне астында стаканчиктің бірінші шайкадан міне жіберген тамыры тықылысып жібере алмай, осыны босатасыздар, және де одан кейін жан-жағындағы тамырды босатып, деткаларын жай бүйтіп бөліп аласыздар. Трубочкалы екі жапырақпен үшінші шығып келе жатқан, және бұлар барлығы бір-біріне осындай үлкен ағаштармен біргет отырғызылған кездеше бір-бірімен. Жанынан тағы шығарады, жаңағы детка, ол детка біргіп тұрады мына жаққа, осылай шығарады. Соны осындай прозрачный стаканға отырғызып көрейін дедім. Алдағы уақытта тамырын бақылап, менде бұл тәжірибе ретінде осы тросик қалады. Және де қалғандарын да бөлген кезде расчеттап бөліңіздер. Мысалы, мына екеуін бөлек алатын болсаңыздар, осылай мына қолдарыңызбен екіге тамыры, міне осындай тамыры болады астында. Соны үстіп бөлесіздер. Жай әрине сразу морд сындырып алуға болмайды. Міне осылай массажный движениемен бөлсеңіздер де болады. Міне почти бөлініп тұр. Тек тамырын разделять етесіздер де, осылай шатысқан тамырларын бір-бірінен тартасыздар. Яғни мына жаққа кетіп қалған тамыр болады, ар жаққа кетіп қалған тамыр болады. Міне осылай мына екеуін бөлек, осы екеуін бөлек отырғызайын деп тұрмын қазір. Мынау кішігірім куст.
міне бір деткасымен мына жақта кішігірім бір куст алып қаламыз. Міне осылайынан. Және де мына екеуін бөлмей отырғызамыз. Осылайынан гүлдеріңізге жақсы бейімдеп жағдай жасағыларыңыз келіп, және осындай сортты гүлді бейімделгенін просто үйіңізге апара салып, тек витамин беріп өсіріп алғаныңыз келсе, WhatsApp-қа шығып заказ берсеңіздер болады. WhatsApp номерімді сіздерге қалдырып өтетін боламын. Топырағын мен жаңа топыраққа, құнарлы 7 компонентті топыраққа қосып жібердім. Бұл не себепті? Өйткені гүл өте стресс алғыш дедім. Өзінің отырған топырағына тез бейімделіп, және сіздің топырағыңызға да тез бейімделіп кету үшін осылай біріктіріп жібердім. Және де қазір таңдаған құмырам міне 3D құмырасы осылай алынады. Және де осындай көбелектердің барлығын өстіп эффект беріп шығарып аласыздар. Бұл біріншіден, міне барлығы неше көбелекке бар екенін білмеймін. Бұл біріншіден осы керек ауаны кіргізіп тұрады. Міне тағы бір көбелегіміз қалып кетті. Міне өте керемет, әр түрлі түсінен бар. Заказ берсеңіздер болады. Және де астында осындай 4 тесігі, негізі 2 тесігі болады осындай, мынандай сияқты, мынау сияқты. Тек мен соны үлкейтіп мына жақтан тағы да екеуін тестім. Бұл біріншіден. Мынау екіншіден киілмелі. Бұлар автополифті. Яғни автополифтің ең кішкентай деп айтсақ болады, мынау ең төменгі жағында тесіктер жоқ. Себебі бұның астына кішігірім суды құйып қойып, суаруын білмесеңіздер, міне осылайынан сап қойсаңыздар, тамыры астындағы суға тартылып, әдемі өседі. Бұл құмыраны мен тәжірибе ретінде қолданып келе жатқаныма 2 жыл болды. Өте күшті құмыра, және мынау 0,7 размерлік болса, 1,4, 1,8, 2,8, 2,4, 2,6 көптеген размерлер бар. Және де барлығында осындай 3D эффект болады. Біріншіден. Екіншіден, әр түрлі түсінен таңдасаңыздар болады. Егер жергілікті өздеріңіздің жерлеріңізде осындай құмыра болса, осындай құмыраны алуға сіздерге совет беремін. Енді осы құмыраға жаңа 2 бөлген үлкен гүлімізді отырғызамыз да, ал кішкентай атростигімізді сол осылай тамырын бірінші мына құмыраға бүйтіп орналастырып көресіздер. Ішіндегісін сыртындағысын ала тұрайын. Ішіндегісіне орналастырып көресіздер. Міне өте кең орналасып тұр ғой. Сондықтан жанына тағы бір кустты осындай тамырлан қоссақ дәл болады. Осы құмыраға 0,7-ге осындай 2 жапырақты гүлді отырғызуларыңыз керек. Бұдан артық болады. Тағы бір маленький атростик кусты бөлсеңіздер де болады. Яғни қоссаңыздар да болады. Сосын мынандай үлкен біреуін бөлгенімізді тағы да міне ішіндегісіне салып көрейік. Осылай, міне, осылай тар болып тұру керек құмыра. Пока бұл гүл бейімделіп кеткенше. Өйткені егер бұл гүлімді бейімделуге мұрсат бермейтін болсаңыздар, өте үлкен құмыра таңдайтын болсаңыздар, бұл гүл сіздерде оживлять етіп өсіп кете алмайды. Бұл бірінші менің айтатын сіздерге кеңесім. Екіншіден сіздерге капля жизньнің осындай легкая пересадка, мен қазір бөліп қойған барлық осындай 30 мл-ден алған, бұл тәжірибе ретінде өзіме алған, өте керемет көмектесіп, легкая пересадканы алып, отырғызғаннан кейін сразу 3 мл-ін 1 литр суға дайындап, осы сумен суарасыздар. Дереу суарасыздар, өйткені мына құрғап тұр ғой топырағы, және менің де топырағым құрғақ болған себебі. Міне, бір слой грунт саласыздар топырағыңызды. Мына менің каналымда бар 7 түрлі компонентті топырақ. Заказ берем десеңіздер де, көріп алып өзім алам десеңіздер де, пожалуйста, міне. Ортасына орналастырдық. И жан жағына топырағын салып бастаймыз. Және көріп тұрсыздар, мен қандай дәрежеде гүлдің тамырын ұстап тұрғанымды өте қатты тереңдікте орналастыруға болмайды. Себебі атростик бермей қояды жан жағына, біріншіден. Екіншіден, тамырлары сығылысып қалады. Үшіншіден, бұл гүлдің тамыры сығылысқаннан кейін жетіп өсуіне өте қатты кедергісін келтіреді. Қолдарыңызбен жеңіл осындай массажный движениемен өстіп, және жандарын ұрғылауып, өткен тамырдың арасына топырақ барсын деп та, қатты толтырып тамырды қажет жоқ. Мына суарған кезде бір слой топырақ отырады. Егер қатты толтырып жіберетін болсаңыздар, үстіне су құйған сайын отырған кезде тамырға ауырлық сезімін сыйлайтын болады. Міне осылайынан әрбір қайсысын отырғызып, суарып, суарғаннан бойын тіктегеннен кейін бір жерге тіреп қойсаңыздар, өткен жапырақтары, жапырақтардың барлығы су ішіп шөлдеп тұрғаннан кейін, және жапырағы ауыр болғаннан кейін бір жақ қарай өстіп майысып тұрады. Енді екіншісінде тура солай біріктіріп ұстап, және атростигі болды ғой екіншісінде.
осы атростигін жақсы деңгейде осылай біріктіріп алып, қатты тереңдетпей атростигіне ары қарай условия жасайсыздар өсіп кетуінеші. Міне осылай бір слой топырақтарыңызды саласыздар. Ұстап тұрасыздар да, жан-жағына топырағын салып, атростигі сіздерде көрініп тұру керек. Мысалы, мен жаңа атростигінің топырағынан осы гүлді ашып жатқан кезде атростигі көрінбей тұрды ғой. Енді сізде көрініп тұру керек. Өйткені сол көрінген атростик тез-тез бойын тіктеп өсетін болады. Ал енді сіз оны жауып көміп тастайтын болсаңыз, ол ертең бойын тіктей алмай, шіріп, босқа су құйған кезде шыға алмай қалады. Өйткені бұл сізде әлі бейімделу үстінде ғой. Міне осылай атростигін көріп тұрсыздар, міне өйстіп мұртшасын шығарып қойсаңыздар болады. Міне қараңыздар, атростигінің жанында мынау тұрған атростиг міне. Өйстіп шығарып қою керек негізі. Қатты тереңдетіп отырғызбай, өйстіп ұрғылау методпен. Неге ұрғылаймыз? Өйткені астындағы тамырларға жеткілікті деңгейде нығыздалып топырақтар бару үшін. Міне осылай үстіне салып, өстіп жасайсыздар. Және де тәжірибе ретінде жаңасын немен суаратынды, қандай витамин беретінді барлығын көрсеттім. Және тәжірибе ретінде міне осы прозрачный стаканда алдағы уақытта тамырлар қалай өсіп жатыр, қандай витамин беріп жатырмын, трубочкасы қанша уақытта ашылды, сіздерге осыны көрсетіп отыратын боламын. Ал мына жақта екеуі менде уже заказ. Сондықтан осындай гүлдерді қаласаңыздар заказбен отырғызуды, қазір мен капля жизньді қалай дайындау керектігін және қалай осыны көздеріңізше суарып көрсетемін. Және де осындай 30 мл емес 100 мл-дегі флакондар да бар. Міне 100 мл деп тұр, 100 литр суға жетеді. Бір жылға смело жетеді, бір флакон алып қойсаңыздар, өте күшті көмектеседі. Мына экстресс восстановление бұл менде қандай да бір гүлдеріңіз ауырса, ожог алса, үсіп қалса, ауырып тұрса, және де бұл еще универсальный стимулятор болғанмен ростты да жақсартатын. Яғни өсуіне де көмектеседі, полноценное питание. Бұны, как обычно универсальный сияқты, барлығын бұның жапырақтарын жасыл және күшті болып өсуіне, иммунитетін көтеруіне, рост, яғни өте күшті өсуіне, тездетіп өсуіне көмектесетін капля жизни витамині. Осындай флакондармен алдыртқан жақсы, өткені бір қолданғаннан кейін холодильникке салуға тура келеді. Жалпы сондай салқындықта сақтайтын болсаңыздар 3 жылға дейін срок көрінісі бар. Бірақ бір жылға сіздерге бұл былай да былай жетеді. Гүлдеріңіз аз болса 3 жылға дейін қолдана беруге өте үлкен мүмкіндік. Заказ берсеңіздер, WhatsApp номер қалдырып өтем болады. Ескі топырағын неге қостым? Бейімделу үшін бір жағынан ескі топырағын қоспайсыздар, егер ауырып тұрған гүлді келген болсаңыздар. Ескі топырағын қосасыздар, егер ауырмай тұрған, сау өзіңізге, былай айтқанда уверенный болып таңдалған гүлдің алып келсеңіздер, онда топырағын бірге қосып жасай беруге болады. Мына жерде ағаштың күлі, перлит, вермикулит, одан кейін теолит, диатомит бар, парфюмой топырақ бар, кокос брикет бар и жергілікті жердің топырағы бар. Жергілікті жердің топырағын қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Мен өзіме сенімді болғаннан кейін, осы мен жергілікті жердің топырағы болғаннан кейін, осы жерге бейімдеп сататын болғаннан кейін, солай қосамын. Солай өлшеп жасайтын көрсетемін. Мынау 1 литрлік тұндырылған су. Енді сол 1 литрге легкая пересадка, жеңіл тамырларын шығарып бейімдеу үшін арналған цвет осындай болады. Міне осылай крышкасына құйып аласыздар. Және осындай 5 мл шприці болса, сіздерде тіпті жақсы. Осыдан 3 мл тартып аламыз. Міне, крышкада қалған жоқ. Осыны қосамызда, бірнеше қайтара шприцаларыңызды шайып, қайттан крышкасын жауып, араластырып, свет осындай ғана, қайттан судың светіне ену керек, легкая пересадка, өткен бұл күшті көмектесетін болғаннан кейін, аз концентрация осылай қосыламыз. Кез келген алған кезде осындай шприцаларымыз болу керек, өлшейтін. Аптекадан алып қойсаңыздар болады. Келесі су сұрап шөлдеген кезде полноценное питание береміз. Осы түрін иммунитетін көтереді, ростын жақсартады, жапырақтарын жақсартып көмектеседі. Одан кейін барып бонофортен для всех комнатных деген болмаса декоративных лиственных деген берсеңіздер болады. Болмаса осының активное цветение, яғни бұл гүл гүлдейді. Сіздерге осылай айтып кетейін, гүлі өте күшті, керемет, әдемі гүлдейді. Прям соны гүлдеуіне, гүлін ұзақ ұстап тұруына, жалпы бұл да универсальный витамин болғандықтан осыны берсеңіздер де болады. Осындай неше түрлі витаминдерді кезектестіріп, орталарына су құймай,
каждый су сұрағыңыз, өткен суға 3 мл қостыңыз ғой, бір жағы су бересіз, екінші жағы витамин бересіз, сөйтіп суара бересіздер. Сосын қазір қалай суарасыздар? Мынаның еще флакондағысы бар. Мына 30 мл кішкентай арзан теңге тұрады. Одан кейін флакондағысы сәл енді флаконда мөлшері көп болғаннан кейін қымбатырақ тұрады. Қараңыздар. Қымбат болғанда қалталарыңыз көтеретіндей сума. Кез келген гүл өсіретін адам гүлін жайқалып өскенін қаласа, гүліне инвестиция құю керек, яғни кішігірім болсын ақша шығаруыңыз керек. Онсыз сіздің гүлдеріңіз жайқалып өсіп керемет болады деп айта алмаймын. Осындай үлкен көлемді де, кіші де бар менің қолыма, енді осы удобны болғаннан осындай груша алып аласыздар. Суыңызды ашып дайындап алдыңыз. Өстіп грушаны қысып отырып, суыңыздың барлығын жұтқызып аласыз да. Міне. Сразу лықыткызып құймаймыз. Жиегінен бастап гүліңізді өстіп ұстап тұрасыз да. Осы бір груша су жетеді, яғни 200-300 мл мына атрос дегені жетеді. Егер сіздің мысалы құмыраңыз 700 мл болды, яғни 700 мл қой біздің мына таңдап отқан жаңа көбелектегі гүліміз, соған 300 мл суды, витамин суды сразу құйсаңыздар болады. Міне, топырақтың құнарлығы сразу суарған кезде сразу сіңіріп алады да. Міне, пожалуйста. Астына тамырына барғанша тағы да 100 мл су құйдық па жаңа. Сразу енді миллилитрінен шатыс кетпейін десеңіздер, пожалуйста, грушаны сондай көлемде алсаңыздар болады. 100 мл, 200 мл деп та, чтобы судан шатыс кетпес үшін. 100 мл, 200 мл деп алсаңыздар болады. Құйған кезде судан шатыспаймын десеңіздер. Міне, өте күшті. 200 мл құя берек, өткен мына 0,5. Ал мына сіздің құмыралардағы суға 400 мл-ге дейін су құйсаңыздар болады. Максималды да. Сосын мына қисайып тұрған, міне, қолыңызбен осылай ортасында мойынның жан-жағын үстіп батырыңқырап, міне гүлді осылай дүзелеп қойсаңыздар болады. Кішкене қолыңызбен де тұрған ештеңе жоқ. Сосын жасалатын дүние, егер кімде-кім менен заказ бергенде мысалы Эрсактың өнімі баню болса, қазір суретін қалдырып өтем, сол банюмен ватный дискпен сразу су қоспай сүртіп алыңыздар жапырағын. Болмаса су бүркіп қойыңыздар. Сосын ешкімде болмаса, онда бір чайный ложка қасықты 200 мл суға спиртті қосып, спирт сумен сүртіп алыңыздар. Кез келген уақытта зиянкестен қорғанып отыру керексіздер. Санайың міндетті түрде сіздерде бірнеше жапырақтары салбырап түседі және скручивать етеді. Осылай оны қалай істерсіз, су бүркіп, сөйтіп жапырақтарын тазартып болғаннан кейін кешкі уақытта, ұйықтайтын уақытта, ұйықтауға жататын кезде суды тағы бүркіңіз, қарапайым суды, сөйтіңіз да үлкен тепличка жасап пакетке кигізіп қойыңыз. Таңертең алып тастайсыз. Осылай 3 күн қайталаңыз. Бұлар тепличканы және сондай тропический жасаған тәжірибелеріңізді өте қатты жақсы көреді. Және жапырақтар одан тіктеліп, бойын тіктеп, жақсарып, скручивать етпей, бұлжырамай, салбырамай, қайтадан өзінің қалпына келіп, экспресс восстановление жасап алады. Суару процесі құмыраға байланысты таңдалмайды. Негізі суару ол тамырына байланысты. Жаңа біз біреусіне тамыры күштісін, жапырағы көптеуін отырғыздық, соған шылқылдатып суды құя берсеңіздер болады, өткен тамыры көп қой. Шөлдеп тұр, астынан су ағып кеткенше осылай суды құйып, сөйтіп суарсаңыздар болады. Ал егер отырғыз жатқанда өте тамыры аз гүлі аз отырғызатын болсаңыздар, оғанда азғантай ғана су құясыздар. Өтініш, көп су құюдың қажеті жоқ. Келесі видеода кездескенше, ақпарат ұнаса барлық пікірлеріңізді, барлық лайктарыңызды аямаңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар. Келесі видеода мен сіздерге аглонема гүлінің бөлінуін, тамырын, күтімін толыққанды осылай видео түсіретін боламын.